12 сәуір Болашаққа бағдар рухани жаңғыру республикалық бағдарламасына 4 жыл толады. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру республикалық бағдарламасы өлкенің тарихына, өткеннің, бүгінгінің және болашақтың көкжиегін жалғайтын мәдени құндылықтарға жаңаша көзқараспен қарауға мүмкіндік берді. Бағдарлама Степногорск қаласының кітапхана жүйесін заманауи жаңғыртудың бастамасы болды. Бағдарламаның мақсаты рухани және мәдени құндылықтарды сақтау және дамыту. Степногорск өңірінің бағдарламасын іске асырудың алғашқы қадамы ауылдық кітапханаларды мәдениет, ағарту және демалыс орталықтарына жаңғырту мәселесі болды. Осы бағдарлама аясында кіші отанның әлеуметтік экономикалық дамуына көмектесетін демеушілік көмек тетіктері енгізілді. Степногорск энергокешен жауапкершілігі шектеулі серіктестік, Қазына капитал менеджмент акционерлік қоғамы, Бестөбе, Шантөбе, Байқоныс ауылдарының кітапханаларын 5 миллион теңгемен толық жабдықталды. Орталық қалалық кітапхана ғимаратының бірінші қабаты 8 миллион теңгеге толық жөндеуден өтті. Заманауи витраждар мен кіру тобы, тамаша жарық фойесі орнатылды. Кітапхана қызметінің қоғамдық санасын жаңғырту үдерісінде дәстүрді, мәдениетті, тілді, музыканы, әдеби мұраны және патриотизмді дамыту маңызды. Осылайша туған жерім тұнған шежіре, латын тілі мемлекеттік тілдің тірегі, жан жылуы, болашаққа кемел біліммен, менің туған қалам, ауылым алтын бесігім, Қазақстан қаламгерлерінің ұлы мұралары, кітапхана болашақтың білім ізденіс орталығы, кітапхана достық шаңырағы, ұлы дала тарихы, тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналған терең білім тәуелсіздігіміздің тірегі жобалары құрылды. Рухани жаңғыру бағдарламасы кітапхана қызметін дамытудағы жаңа басымдықтарды анықтады. Кітапхананың негізгі міндеті қоғамның ақпараттық мәдениетін, оқуға деген қызығушылықты, халықаралық қызметті дамытудағы мақсатты көзқарасты қалыптастыру болып табылады. Соның айғағы кітапхана достық шаңырағы жобасы аясында Өзбекстанда Қазақстан жылына орай Өзбекстан Республикасы Ташкент қаласы Әлішер Науаи атындағы ұлттық кітапханасы мен мәдениет халықтарды жақындастырады атты телемост өткізілді. Алдағы уақытта да Минск, Санкт-Петербург қалаларының ұлттық кітапханаларымен ынтымақтастықты дамыту жоспарланған. Кітапханалардың цифрлық технологияларын дамытудың маңызы зор. Рухани жаңғыру аясында кітапханалар Мәскеу Литрес электронды кітапханасына қосылды. Беправис автоматтандырылған кітапханалық бағдарламасы орнатылды. Сандық технологияның дамуы пайдаланушыларға электронды қызмет көрсетудің заманауи формаларының кітапханалық қызметін жүргізуге мүмкіндік береді. Осы 4 жыл ішінде жүйе кітапханаларында 884 іс-шаралар өткізілді. Онлайн түрінде 244, қаралымы 25326. Мекендеп ғалам шардың кең даласын, ұлы деп үлгі тұтқан ер бабасын. Мен үшін бақыт байлық мақтанышта, қазағым қайсар елім сен ғанасың. Адаспай жүрген